Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ешқандай сливки творожный сыр қажет етпейтін оңай торт пісіреміз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Кез келген қыз-келіншектің қолынан келеді деп ойлаймын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда тағы да басқа қызықты рецепттер бар, кіріп көрсеңіздер болады. Ең алдымен біз бисквитті дайындаймыз. Оның үшін 3 жұмыртқаға қантты салып, миксермен жақсылап ағарғанша көпіртіретін боламыз. Аппақ болып көтеріліп шығу керек бізде. Егер де сіздерде миксер болмаса, жай венчикпен де араластыруға болады. Енді осы массаның үстіне айран мен сұйық май қосамыз. Айран кез келген дүкендікі жарайды. Сұйық май жай ғана сол үйде өзіміз қолданатын сұйық майды қосамыз. Енді бөлек ыдыста ұн, какао, қопсытқыш, ас содасын қосып араластырып аламыз. Енді осы құры массаны сұйық массаның үстіне салып, тағы да миксермен араластырып, қою қамыр дайындап аламыз. Осы кезде пешті 180 градусқа қыздырып жағып қоямыз. Қамырымыз осындай қоюлықта болады. Енді осыны 24 диаметрлі формаға саламыз. Менде осындай форма астына фольга қағазымен жауып алдым. Біздің массамызды салып, пеште 30-40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Қарап тұрасыздар, әркімнің пеші әрқалай көтеріліп пісіп шыққан кезде аласыздар. Бисквит пісіп жатқан кезде пештің есігін ашпаймыз. Ашатын болсаңыздар, бисквит жақсы көтерілмей қалады. Шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Енді осы бисквитімізді толықтай суытамыз. Кішкене суығаннан кейін барып формасын шешіп аламыз. Бисквит толық суығаннан кейін енді үстіңгі бөлігіні кесіп алып тастаймыз. Біз оны крошка етіп торттың үстіне жағуға пайдаланатын боламыз. Енді бисквитті теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Бисквит өте әдемі, бір тегіс болып осылай көтеріліп шықты. Арасы міне өте әдемі болып шыққан бисквиттің. Егер арасы жақсы суымаған болса, оны тағы да осылай жайып қойып, толықтай суытып алатын боламыз. Қалыңдығы міне осы дәл осы видеода көріп тұрғандай 1 сантиметрге жетер-жетпес осындай көлемде болады. Енді кремін дайындап аламыз. Кремге қайнатып қойылтырылған, яғни вареная сгущенкаға қаймақ салып миксермен жақсылап араластырып аламыз. Қаймақ кез келген дүкендікі жарайды. Қождардың барлығының арасына крем жағып шығамыз. Шеттеріні де креммен қаптайтын боламыз. Жаңағы алып қойған бисквиттің үстіне езіп, крошка етіп, торттың бетін сол крошкамен қаптап шығамыз. Дайын болған тортымызды бір түнге тоңазытқышқа қалдырамыз. Сол кезде кремдер толықтай сіңіп, өте жұмсақ болып шығатын болады. Тортымыз дайын, дастарханға тартсаңыздар болады. Өте дәмді, ерекше торт болып шығады. Жасалу өте оңай. Осы тортты жасап көріңіздер, міндетті түрде осы рецептпен жасасаңыздар, бір жасағаннан ұқсап шығады. Видео ұнаған болса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийға жазып қалдырыңыздар. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.